Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкумассалам. Қалдарыңыз қалай, амансыңыз ба? Үйші бала чаға. Аман сен өздеріңіз. Шүкір жайлап. Нормально. Не жаңалық болып отыр? Ой, жаңалық дегендей пока жаңалық жоқ. Просто мына ертең президент сайлауы да жақындап қалған екен ғой. 20-шы қараша ғой деймін, 26 қараша, 20-сы ғой деймін. 20-сы ма? Адамдар уже нағылды ма, белгіленді ма? Кім болатындары? Белгіленбеді, бірақ ана WhatsApp-тан ана Қайсарбеков деген кісі бір чат ашыпты WhatsApp-тан. Сол кісі түспекші ғой деймін ана неге. Тоқаевқа қарсылас болып. Басқа адамдар белгіленгенін білмедім. Әйтір Болат Әбілов көріп жүр. Мен осым бірдеңеге таң қалдым, Асеке. Аха. Мана жаңа президенттің інілері бар ғой бір. Президенттің інілері бар ғой. 6 жыл алатын. 6 жыл алатын, 6 жыл. 12 миллиард ақша жеп, Қазақ Телекомнан 6 жыл сұрау керек. Иә. Населениеден. Мен сондай әлі бізде сондай не әлі бізде бар ма сондай нелер осы қалмайда осы негізі. Бір адам сиыр ұрлайды, ол кредиті бар, үйінде тамағы, ештеңесі жетпей, жұмысы жоқ, қасқа амалсыз соған барады енді ұрлыққа. Қайтсын енді басқа жерден ала алмайды да, оны түсінуге болады. Анау қарын тойып, ақшасы бар, сонда да 12 миллиард алады. Ана сиыр ұрлаған адам 10 жылға кетеді. Мынау тұрады да 6 жыл. Онда сатып алады солмай сұрокты. Ол біздерде ұят емес пе? Тонаған үкіметтің қолын, біздің үкімет дегенде біздің затты, ол біздердің пенсионный фондымыздан, салықтан ұсталған ақшалар ғой бәрі. Сондайға қадағалайтын мекемелер қаяққа қарайды, сол мен таң қаламын осы. Енді оған қазақтың мақалы бар ғой, айран ішкен құтылар, шелек жалаған тұтылар деген. Ана Ресейдің киносы бар, ана сериал «Бандитский Петербург» деген. Сол жерде ана вор бар ғой, антибиотик деген, сол айтады ғой. Біздің мемлекетімізде дейді, ана велосипед ұрлаған адам сотталады дейді, ал вагонмен ұрлаған адамдар жоғары жақта билікте отырады деген сияқты. Сол сияқты ол барлық жерде солай шығар. Қытайда да бар ол жемқорлық. Қытайда атып жатса да, анау жоғарғы деңгейде жемқорлық тоқтамай отыр ғой ол жерлерде де. Атып жатса да. Может быть, жемқорлық тоқтамайтын шығар. Жемқорлық енді тоқтату қиындау шығар. Қиындау болғанда да жазаны анандай адамды мазақ қылып берген ұяттау болмай ма дегенім ғой, ұяттау ғой негізі.